Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл мен Адия, менің Адикамен бірге бол каналыма қош келдіңіздер достар. Мен жаңа канал ашуымның себебі менің аккаунтым жабылып қалды, белгілі бір себептерге байланысты. Сондықтан осындай жаңа аккаунт ашу жатырмын. Атын өзгеше қылып қойдым. Адикамен бірге бол деп. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Мұнда влогтар, челлендждер, осындай бумажный сюрприздар да болады. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бастамас бұрын сіздер міндетті түрде лайк, подписка, комментарияларыңызды аямай жазып кетіңіздер. Ендеше мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа каналға тезірек 1000 подписчикке жеткізсек, мен сіздерге сыйлық дайындап қойған болатынмын. Почтамен салып жіберетін боламын. Егер де басқа қалаларда тұратын болсаңыздар, достар, тезірек 1000 тіркелушіге жеткізейік. Сонда бір шартты орындап, сіздер сыйлықты жеңіп ала алатын боласыздар, достар. Ендеше осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алуды Аллам нәсіп етсін. Ендеше менің видеом басталды. Кеттік! Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бастамас бұрын сіздер міндетті түрде лайк, подписка, комментарияларыңызды аямай жазып кетіңіздер. Ендеше мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа каналға тезірек 1000 подписчикке жеткізсек, мен сіздерге сыйлық дайындап қойған болатынмын. Почтамен салып жіберетін боламын. Егер де басқа қалаларда тұратын болсаңыздар, достар, тезірек 1000 тіркелушіге жеткізейік. Сонда бір шартты орындап, сіздер сыйлықты жеңіп ала алатын боласыздар, достар. Ендеше осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алуды Аллам нәсіп етсін. Ендеше менің видеом басталды. Кеттік! Ең алдымен біз осы жерде каталогтар таныстырып кетейін. Осындай бұрынғы каталогымыз Hello Kitty, бұрынғы болғанда алдыңғы видеода ғана шыққан каталог. Келесі Healthy or Harmful. Бұл каталогтан бізде 15 штук бар. Міне біз алдын біреуін пайдаландық, демек 14 штук қалды. Осыдан біреуін таңдаймыз. Және де жаңа каталог. Бұл бізде панамалар, панама, шляпа, кепка деген сияқты нәрселер. Бас киімдер, яғни міне осындай сұрақ белгілерімен ғана безендірілген, әдемі, айтыңыздар. Осыдан разноцветный жасадық, біреуін таңдап алатын боламыз. Ендеше мен Hello Kitty демізде екі-ақ вариант бар. Мен мына үлкен түрін алғым келіп тұр, себебі мынау более кішкентайлау, сондықтан мен мына түрін алғым келіп тұр. Үлкендеуін. Міне осындай. Бетикті апсақтан алдым. Одан кейін Healthy or Harmful. Бұл бізде зиянды немесе пайдалы. Яғни бұдан біз қандай түс алғанымыз дұрыс деп ойлайсыздар сіздер. Мен мына сары түсті пакетикті алғым келіп тұр. Өте әдемі көрінеді деп ойлаймын. Осыны аламын деп ойлаймын. Алып тұрмын, короче. Достар, неге мынау қап-қара болып қалған десеңіздер, менің фломастерім, мен бірінші жазып аламын, одан кейін барып бояған кезде, мынау фломастерді қосып, екі фломастер бір-бірімен қосылып кетеді, осылай ұлыңыр болып қалады. Көрдіңіздер ме, если маркер жоқ жерлері сап-сары болып тұр міне. Қазір фокус қос. Ой. Міне. Мен сіздерді штативке болып қойғам, биікте тұрсаңыздар. Сосын осы каталогтан мен давайте мынаны алайыншы, розовыйды. Бұның қалай сәндегенді көресіздер қазір. Енді біз каналға каталогымызды алып келеміз. Мен осылай ашып жауап бермес үшін скрепка қойып қойдым. То, что бірден осы бетті ашып алу үшін. Не? Біз алдын осы Hello Kitty'ді киіндірген болатынбыз, ал бүгін қай Hello Kitty'ді киіндіреді екенбіз. Ал, кеттік бастайық. Розовый бантиктегі Hello Kitty'ді ма, әлде жасыл түсті бантиктегі Hello Kitty'ді киіндірем екенбіз. Киіндіреді екенбіз. Бұл бізде розовый Hello Kitty. Мен өзім арнайы белгі салып қойғам ішіне, сол белгі бойынша айтып жатырмын сіздерге. Міне. Осындай бұл бізде целый бір кофточка. Міне, мынандай бір футболка, то есть. Вау, қандай болып қалды мынау. Осындай аяқ ашық тұрады, осындай мода ол. Сосын осындай екі тапочка. Екі аяқ киім. Міне, көрінбей жатыр екен ғой. Осылай жабыстыратын боламыз. Ендеше алдымен киімін ашамыз. Мен арнайы осындай кішкентай бұрыштарды тастап кеткен болатынмын. Сіздер ең бірінші мен видеомды көрдіңіздер. Мен осының алдарында салған, ең бірінші бактускулдан кейін салған видеом осы каталогқа байланысты. Сол кезде мен аша алмай қалғам, скотчтарды, скотч деп қалай, наклейканы артынша аша алмай қалғам. То, что полный жабыстырып тастағам да, ашатын жер жоқ. Даже жабыстырған Темудағы мына көйлекті жыртып ала жаздағам жеңдерін. Сол үшін осылай ұш қалдыратын болып шештім одан кейін. Мынаған ұш қалдырмай кеттім ғой. Оп, бәрекелді болып тұр ғой. Молодец. Ашылмай жатыр, достар, қазір ашып алайын мен. Прикиньте, аштым ғой мен. Осындай, бұл бізде мына аяқ киімі. Күшті болдым.
Вот байқасаңыздар, мен біреуіне целый бір футболканы мен аяқ киім қойдым, мынаны типа көйлек секілді қылып ше, ал мынаған целый сарафан қойдым, ал мынаған тоже басқа бір киім дайындаған болатын, көресіздер. Мен бірақ бір нәрсе айтайын, ладно, келесі видеода айтамын. Есіме түссе айтамын. Жоқ, қазір есімде тұр, просто сол кезде ұмытып кетпесем айтамын дегенім ғой. Мынаны қазір ашып алайын, аштым. Не? Ладно, әдемі. Осындай тағы бір образдағы Hello Kitty'лар шықты. Жылтырлап әдемі болып тұрайтыңыздар. Келесі міне дайын болды екеуі де. Бұл екеуін де мына скрипкамен қосып қоямыз қазір. Просто мына целый бір каталогта бір кейін барып қосуым керек та мен. Мына қоқыстарды тастаймыз. Келесі, мынау екен, келесі бұл бізде healthy or harmful атты неміз. Бүгін бізге қандай зат түседі екен? Пайдалы ма, әлде зиянды ма? Сары түсті пакетигімізден не түседі екен? Мынау что-то бүктелген үлкен зат секілді. Бұл бізде бургер. Айтыңыздаршы, достар, күшті ұқсап тұр ғой, иә. Мына просто бір рет бүктегеннен кейін осылай майыс қалғанша. Әйтпесе майыспай-ақ жасағам негізі басында. Достар, бұл бізде тағы да зиянды зат. Міне бірінші номерде мына жерге жабыстырамыз. Бізге әлі ешқандай пайдалы зат түспей жатыр. Вот. Сумен, кола мен бургер вообще бір-бірімен күшті сапада дейді. Бірақ мен вообще кола ішпеймін. Бургер жесем де кола мүлдем ішпеймін. Сондықтан маған пепси. Ал достар, келесі біздің жаңа каталогымыздың, жаңа пакетигіміздің орналасатын жері ол мынандай. Вау деп айтып отырыңдар. Мынау сандар. Мына каталогтың ішінде ашқан кезде пакетикта ішінде өзінің цифрасы болады. Соған жабыстыратын боламын. Типа бастар. Мойынмен бас, короче. Әдемі ғой, айтыңыздаршы. Что-то қызыл. Вау, ну қандай әдемі шляпа. Блин. Мұндай шляпалар бірақ шын өмірде таппайсың. Енді дәл осындай безендірмейді ғой, ешкім сәндемейді. Бірақ маған өзіме осындай шляпалар ұнайды. Ұнайды болғанда, короче, өте әдемі ғой, айтыңыздаршы. Бұл бізде, так, 5-ші номер. Ол мына жерге түседі екен. Қайталанбайтын. Вау! Күшті болды, достар. Тамаша прям. Әдемі болып тұрды ғой. Басына көстап қойайын ба? Осындай. Бүгін бізге түскен заттарды көрсетейін. Ол осындай. Футболка мен тапчка киген Hello Kitty, одан кейін harmful food түсті бізге. Бүгін мынаяқ пустой мына холодильнигіміз толып тұр прям. Ой-ой-ой. Одан кейін осындай жүрек, сондай бір шляпа түсті күшті. Достар, осымен бүгінгі видеом аяқталды. Всем пока. Ертеңгі пакетиктерге дайын болыңыздар.